Сәлем достар, біз бүгін 21 ғасырдың ең оғаш өнер табыстарына тоқталатын боламыз. 21 ғасырда қолдан келгеннің бәрін ойлап тапқан сияқты. Автомобиль, смартфон, робот, шансорғыш, тағы басқалар. Бірақ олай емес, және таңғаларлық өнер табыстардың бүгінгі видеодағы топ 10-мен таныстыратын боламын. Мүмкін осы ең оғаш деген өнер табыстарды сіз өз пайдаңызға жарата аласыз. Сонымен бірге ерекше өнімді видео соңында сатып алғыңыз келсе, таңғалмаймын. Бірінші орында жеуге болатын телефон қабы. Бүгінгі таңда ұялы телефон бұл танымал құрылғы. Оның көмегімен сіз қоңырау шалып қана қоймай, фотосуреттер, бейнелер түсіре аласыз, сүйікті тректі тыңдай аласыз, және тағы басқалары. Сондықтан смартфондар үшін әртүрлі аксессуарлар ойлап табу таңғаларлық емес. Мүмкін сіз бүгін су өткізбейтін мұқабамен ешкімді таң қалдырмайтын шығарсыз, бірақ тағы да жеуге болатын біз қап жайында айтамыз. Бұл өнер табыс Жапониядан шыққан. Мұқабаның негізгі материалы тұздалған қоңыр күріш. Ал аксессуардың дәмі қытырлақ крекерге ұқсайды. Жеуге болатын мұқабаның құны $85. Екінші орында USB көмегімен жылытылатын шұлық. Үнемі отырып жұмыс жасау адам ағзасындағы қан айналымының нашарлауына әкеледі. Осыған байланысты аяқтар жиі қатып қалады. Бұл ыңғайсыздықты тудырады. Осындай жағдайдан кейін келесі өнер табыс дүниеге келді. Ол USB көмегімен жылытатын шұлықтар. Олардың негізгі қызметі жылытқыштық қасиеті бар. USB-ге қосылады. Содан кейін шұлықтар жылытып, аяққа жағдай жасап береді. Өнер табыстың артықшылықтары қарапайым пайдалану ғана емес, сонымен бірге оны өзіңмен бірге алып жүруге де мүмкіндік береді. Үшінші орында тұзақ қасығы. Бұл өнер табыстың атауы жоқ. Бір қызығы кейде оны тұзақ деп айтады. Өйткені ол екі ас құралғының біріктірген қасық пен шанышқы. Өнер табыс Қытайда және Жапонияда танымал. Ал аспаптың авторы кеспе сорпаларын тұтынудың қолайсыздығына байланысты ойлап тапқан. Такахаши тұзақ қасығының арқасында сіз дәмді сорпанызды ішіп, кеспені оның көмегімен ұстай аласыз. Төртінші орында сүйікті поза түріндегі төсек. Ұйқы бұл ең жақсы дәрі және сәтті көңіл күйдің кепілі екені белгілі. Сондықтан жеткілікті ұйықтау тек балалар үшін ғана емес, ересектер үшін де маңызды. Доминик Уолкокс эмбрион позасы ұйқыға ең қажет деп санайды. Сондықтан инновацияның авторы мұндай қалыпта ұйықтауға деген ұмтылыс әр адамда саналы түрде болатынына сенімді. Бесінші орында темір кофе кружкасы тәрізді үтік. Жақсы нәрсені тиімді пайдалану қашанда ыңғайлы. Үтік кофе кружкасы сияқты өнер табыстың көмегімен оңай қиындықтардан шығуға болады. Елестетіп көріңізші, таңертең жұмысқа кешігіп бара жатқанда, мысалы, көйлекті үтіктеу керек, бірақ кофеден де бас тартқыңыз келмейді. Содан кейін сіз үтікті кофе кружкасын пайдалану арқылы сүйікті сусыныңызды ішіп тұрып, жылуын пайдалану арқылы киіміңізді үтіктеп аласыз. Алтыншы орында душқа арналған губка микрофон. Мойындаңыз, сізде душта ән айтқанды ұнатасыз. Микрофон түрінде губка сізге душ қабылдауға ғана емес, сонымен қатар нағыз жұлдыз сияқты сезінуге де көмектеседі. Мұндай губка жасау идеясы Fred және Friends компаниясына тиесілі. Өнім микрофон губка деп аталады. Және оның артықшылығы қоршаған ортаның ластануын азайтады, биологиялық ыдырайтын материалдардан жасалынған. Жетінші орында иттің эмоцияларын оқу құралы. Біздің әрқайсымыз сүйікті үй жануарларымыздың не ойлайтынын білуді армандайтынбыз. Ит эмоциясын оқу құралы сияқты өнер табыстың арқасында арманға жақындай бастадық. Ол жүрек соғуының жиілеуінің мониторингіне негізделген. Алынған мәліметтер мұқият өңделеді және адамдар үшін түсінікті түрде ақпарат пайда болады. Сегізінші орында үстел теннисіне арналған есіктер. Үстел теннисі бүкіл әлемдегі сүйікті ойындардың бірі. Мәселе мынада, үлкен және сонымен бірге ауыр үстелдер теннисті өз қалағанындай жиі ойнауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан өз пәтеріңізде үстел теннисінің есіктерін пайдаланып, сүйікті ойыныңызды шектеусіз кеңістікте ойнауға мүмкіндік аласыз. 9-шы орында құшақтасатын жастық. Егер сізді түнде түсіңізде құшақтайтын адам болмаса, және сіз шынымен де құшақтасқанды қаласаңыз,
онда сізге осы жастық құшақтасуға көмекке келеді. Сонымен қатар жастық сізді қолыңызбен орап алады. Сондықтан құшақтасу жағымды болады. Өте жайлы және ыңғайлы өнертабыс. Ең соңғы 10-шы орынға да келіп жеттік. 10-шы орында салмақты басқаратын белбеу. Егер қандай да бір себептермен сіз өз салмағыңызды қатаң бақылап отырсаңыз, онда бұл белбеу сіз үшін пайдалы болады. Тамақты жеу барысында бақылаудың ыңғайлы әдісі. Мысалы, достарыңызбен кездесу кезінде еркінсіп тамаққа беріліп кеткенде белдік сізге тоқтат дегендей санды байқатады. Видео ұнаса комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетуіңізге болады. Қазақ контентінің дамуына үлес қосайық.